Ассалаумағалейкум, құрметті мен оқырмандарым, және де барша мені көріп отырған бауырлар. Бір ситуацияны айтып кетсем болады ма сіздерге? Мен осы ақ көйлегім деген әнді шығарғалы неше түрлі комментарий жазып, негатив жазып жатқан кісілер бар. Ол ән негізі Қаракесек деген жігіттікі, Омар Амантай деген. Ол кісіден мен сатып алдым әнді, барлық авторлық құқығы менде. Сол үшін ұрлап алдың, бүйтіп алдың деген нәрсені қойып, көремаушылықты қойып, негізі біздің түбімізге жететін сол көремаушылық деп ойлаймын. Сол үшін құрметті бауырлар, інілер, аға әпкелер, сабыр сақтап, не болса да соны мән жайын біліп алғаннан кейін барып комментарий жазған дұрыс деп ойлаймын. Мен ешқандай Қаракесекке ешқандай неміз жоқ, арамызда түсінбеушілік. Ол жақсы жігіт, білем, өнерін бағалаймын, өсе берсін, өне берсін.